Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін шаймен ішуге тез дайын болатын небәрі бір жұмыртқадан айран қосып печенье жасаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысқа бір жұмыртқамызды салып, оның үстінен ұнтақ шекерді саламыз, жақсылап араластырамыз. Шекер ерігенше араластырып, үстіне сұйық майды, айранды құйып, жақсылап араластырамыз. Өздеріңіз ішетін кез келген айранды қосуға болады. Барлығы біріккенше араластырып, үстіне ұнды, қопсытқышты салып, жақсылап араластырып, қамыр жасаймыз. Печенье қамырын дайындап жатқан кезде ванилин қосып жіберсеңіздер де болады. Қамырымыз дайын, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болады. Бетін жауып 5 минутқа қоямыз. Қамырды оқтаумен үстінен жаямыз. Қатты емес, жаймен жайып шығамыз. Жайылған қамырдың үстіне ұнтақ шекерді сеуіп, оқтаумен үстін жай ғана басып шығамыз. Қамыр өте қалың немесе өте жұқа емес, орташа қалыңдықта болу керек. Печенье кесуге арналған формочкалардың көмегімен немесе мен сияқты жай ғана пышақтың немесе шпательдің көмегімен осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Қызып тұрған пеште қызарғанша пісіреміз. Печеньеміз дайын, жұмсақ болып шығады. Шайға осы рецептпен тез әрі өте дәмді етіп печенье дайындаңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.